Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қазына, жасым 5-те. Бүгін мен сіздерді өзімнің бақыт мекенім отбасымен таныстырмақшымын. Мен ата-әжемнің тұңғыш немересі, әрі кенже қызымын. Менің атымды Қазына деп атам қойған. Бұл менің атам, бір бойына бүкіл әлемнің мейірімін мен сабырын жинаған жан. Барлық істің басы қасымда болып жүреді. Атамнан бұрын ас ішпейміз. Атам ас қайырмай, дастархан басынан тұрмаймыз. Үлкендердің жолын кессе көлденең өтпейміз. Бұл менің әжем, асыл жан. Жақсылыққа үйретіп, жамандықтан шектейді. Менің әжеме ешкім жетпейді. Асқар тау әкем, мемлекеттік қызметкер. Әрбір ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын, салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданатын, отбасым, елім, жерім деп қызмет ететін. Әкем өнерден де құр алақан емес. Ал бұл бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен анам. Ұлағатты ұстаз есімін иеленіп, шәкірттерін шыңдарға жетелеп жүр. Ұстаз болғандықтан ба маған үнемі ақыл кеңесін айтып жүреді. Інім екеуміз болашақ балабақшасына барамыз. Бос уақытымда мен биге, інім каратеге барады. Ал демалыс күндері отбасымызбен уақыт өткіземіз. Дем аламыз, серуендейміз. Әкемнің ойынша жақсы жұмыс жасаған адам жақсы дем алуы керек.